Қайырлы түн достар. Менде уақыт болмай, жұмыстан кейін тағы жұмыстарым бар. Қонаққа бардым әйтеуір. Не керек? Азық-түлік алуға, үйге қажетті заттарды алуға түнде супермаркетке келіп тұрмын. Көптен бері супермаркетке келмегем, өйткені онлайн тапсырыс береді тұғым. Ей, балапочка. Ой, рахмет, солай ма? Енді дүкенге келсем, сізге алтын ханым кезінде дауыс бергенмін деп айтып жатыр оқырмандарым. Қандай күшті, рахмет. Мен негізі жылда банкі басаттығым. Бірақ сол биыл банкі басуға менде онша дайындық жоқ. Оның үстіне банкінің заттарының бағасын сәл қарап дайын банк сатып алған тиімдірек-ау деп ойлап тұрмын. Көреміз енді, әлі сәл уақыт бар. Басуымда мүмкін. Сәлеметсің. Иә, кел. Сик. Міне достар, көріп тұрсыздар. Мен оқырмандарым, осындай кішкентай балапандар көріп қалғанда, жақта біз влог түсіріп жатырық. Қарап қойсаң болады. Все. Сабаққа дайындық қалай? Иә, жақсы. Ничего. Аха, жақсы. Сау бол. Привет. Қалайсың? Әсәләу. Сонымен біз суретке түсіп болсақ, қазір азық-түлікті алып бастайық. Достар, мен пияз алайын деп тұрмын, бірақ мен сәл пияз туралы айтатын ақпарат бар. Мен бала кезден мүлдем пияз жемеймін. Пакет жоқ, пакет. Сол мен айтайын дегенім, мен бала кезден мүлдем пияз жемеймін. Бірақ енді тамаққа қосам, и пиязды көп те қоспаймын. Бір тамаққа кішкентай ғана пияз қосам. Сондықтан үлкен пияздар алмаймын. Бірақ пияздың пайдасы туралы теориялық ақпаратты көп білем. Пияздың денсаулыққа пайдасы, жалпы мынау тым ауыратқанда, бірақ енді оны білу бір бөлек, оны қаламау бір бөлек. Сәбізді мен көп аламын. Себебі мен палауды өте жиі істеймін, және сәбіз салат көп істеймін. Үйде мен балаларым да сәбізді жақсы көреді. Оның үстіне қазір мынау свежий сәбіздерді жеген. Сәбіздің құрамында витаминдер өте көп. Сәбіз жеген пайдалы. Картоп туралы ақпарат айтатын болсам, менің үйде жолдасым Мәкең картопты өте қатты жақсы көреді. Ең сүйікті тамағы. Ол кісі ет болмаса да картоп жақсы көреді. Сол кісі барда картоп тамағын көп істеуге тырысамыз. Макарон жасасақ та, лағман жасасақ та, картопын көптеу қосамыз. Негізі бірақ картошканы көп тұтынуға болмайды, әсіресе салмақ тастап жүрген кісілерге. Жалпы енді ондай қатты пайдалы тағам деп мен айта алмаймын. Сәбіздің нумерациясы 89. Сәбіз 247 теңге. Картошканың бағасы 230 теңге. Сонымен қатар мен қияр туралы ақпарат айтайын деймін. Менің үйде 4 балам бар. Жолдасым. Олардың барлығы бесеуі қияр жақсы көреді. Ал мен, достар, қызанақты жақсы көремін. Олар соленый қияр болсын, осындай свежий қияр болсын. Біздің үйде қиярды өте көп алам. Олар тез тауысып тастайды. Қызанақты көп жемейді. Мен бұрын азық-түлікке аптасына бір рет міндетті түрде өзім барып алаттым. Қазір онлайн тапсырыс берем. Немесе анам барады, анама айтам. Солай. Көбінде онлайн тапсырыс берем. Енді арасында қонақ келгенде ғана барам қазіргі уақытта, және бір осы шопинг жасау енді әйел адамдарды үшін бір белгілі бір деңгейде бақыт гормонын бөледі. Сондықтан арасында азық-түлікке барған маған ұнайды. Түнделетіп болсын келіп тұрам. Розовый помидорлар. Жалпы розовый помидор бала кезде өте дәмді болатын. Мен әжем егетін. Мынандай үлкен розовый помидорлар. Қазір розовый помидорлар, бұның да өте көп сорттары бар. Бұның да бағасына байланысты, дәміне байланысты, сортына байланысты әртүрлі болады. Бірақ бұрынғыдай мен бала кезде жеген розовый помидорлар, енді олар өте сирек кездеседі. Ана сатып тұрады, кішеде бізде орыс апайлар, әжелер. Соларды бір көрмесем, мына розовый помидорлардың бала кездегідей дәмі жоқ. Қатты болады іші. Мен жасыл банан алсам, мамам айтады, неге банан жасыл қылып аласыңдар дейді. Ол жасыл банан дәмі бөлек болады. Негізі бірақ
салмақ тастаған уақытта жасыл банан пайдалырақ деп айтады сарыға қарағанда. Мына жерде сары банан көріп тұрған жоқпын. Тұрып пісет деп жасыл банан ала саласың. Бірақ оны көп балалы отбасыларда ол бананды тұрғызбаймыз да, пісірмейміз да, жасыл күйінде жей бересіздер. Бізде үйде банан жақсы көретін бейбарыс. Бейбарыс үйде жоқ болуына байланысты банан алмаймыз деп шештік достар. Негізі менің сүйікті жемісім ол алма. Я, жүзімді жақсы көресің, банан жақсы көресің, алмұртты, череше бәрін жақсы көресің, бірақ бәрібірде алманың орны бөлек. Білмеймін, мен өзім алманы қатты жақсы көрем. Әсіресе осы сезонда алманы қатты жеймін. Болмаса біреуін ауыз тиіп көре салам. Ешкім көріп тұрмаса. Менің бір мынадай жаман әдетім бар. Дүкенге келгенде ешкімді білдірмей істеп көретін әдетім бар. Бірақ ол мен мына жаққа салам. Соның арасында балалармен бірге келген кезде бейбарыс комиссарлар осындай көріп қалса мен істеп жатқанымды. Мама, бізді позорить етпеші, пожалуйста. Сіздің қасыңызда жүрмейміз, істейтін болсаңыз дейді. Онда тұрған не бар? Одан ешқандай кем қалмайды. Істеп көресің дәмің, егер ұнамаса жартысын аласың деймін. Сол сияқты осындай көп алма алып жатырмын, өйткені дәмді екен. Достар, бір көкөністермен жемістерді алып болдық. Енді салатқа арналған, таңғы асқа арналған консервідегі кукуруза, горох дегендерді аламыз. Бізде осындайды мен артығымен алып қоям. Кез келген бізге қонаққа, құдай қонақ бізге көп келеді. Аяқ астынан келген кезде мен тез салат жасап жүрген уақытта осындайлар дайындап алып қоятыным бар. Жақсы көремін, бірақ маған жеуге болмайды. Мен балықтың кез келген түрін жақсы көремін. Консервідегі болсын, бірақ мұндайды алуға онша болмайды қазіргі уақытта. Сосын біз жұмыртқа аламыз. Қазір жұмыртқаны соңынан аламыз. Бірақ жұмыртқаны үнемі соңынан аламыз деймін де ұмытып кетем. Сөйтіп үйдің магазиннің астына ала саламыз, домның астына. Мен негізі бір нақты осы тек қана осы фирманы аламын дейтін. Ондай менде жалпы қатты не жоқ. Байланған. Ыңғайға қарай ала беремін. Мен колбаса алмаймыз. Біз үйде мүлдем, мен жолдасым мүлдем колбаса алдырмайды. Мен енді арасында колбаса жегім келетін әдетім бар балаларда. Бабасы жоқ кезде арасында аламыз. Арасында. Бірақ қазір соңғы кезде оны да алмаймын. Тек қолдан үйден істеп сататындарды заказ беріп. Оны да алмайтын болып жүрмін соңғы кезде. Жалпы колбасаны біз толық қазыға айырбастайтын, ауыстыратын уақыт келді. Бірақ қазының килограммы қанша теңге, колбасаның килограммы қанша теңге, ол енді бөлек тақырып достар. Негізі азық-түлікке жалғыз келген жақсы. Әсіресе түнгі уақытта келсең, ешкім кедергі болмайды, ешкім сені іздемейді жұмыстан. Баламен келсең, біреу анда кетеді, біреу бұнда кетеді, мама мұнан алайық дейді. Ер адаммен келсең, қашан боласың, қашан шығасың дейді. Сондықтан әйел адамдары азық-түлікке барғанда, жалғыз барғанда, олар айтып тұрмын, белгілі бір деңгейде, өздеріне қуаныш сыйлайды. Балықты қараңыздар. Мен андай свежий балық көрсем, өз-өзімді сәл ұстай алмай қаламын. Бір резко аузыма су үймелейді. Өйткені мен балықты қатты жақсы көремін. Қыздар, мен онша сауда жасамайтын рядқа келдік. Бірақ тек қонақ келген кезде енді амал жоқ қоятын. Амал жоқ қоятын. Мен мұнаны көріп бір сіздерге есі өтіп кеткен бір тарихи бір оқиға бар. Айтып берейін ба? Менде бала кезде мектепте менің бір класстасым болды. Ол өзі сәл нашар оқитын, бірінші класста. Осындай дәптері апай жазып берген, ана өшірген, қайта дәптері жазып берген, ана өшірген. Сөйтіп дәптері тесіліп қалған ғой. Тесіліп қалған. Сөйтіп анау, білемін, сол сәтті осындай бір жыртық дәптер, бір нәрсе көрсіп бүйтіп істесем, үнемі есіме түседі. Соны апайымыз айтады. Ана баланы біз бәріміз сары деп мазақтайды тұғын біз. Бірінші класста ғой енді сап-сары өзі. Бойы кішкентай. Сосын дәптері тесіліп қалған ғой. Бір күні апай соның қасына барып тұрып, бүйтіп тесілген дәптерінің қасында тұрып,
сары көктей мәссаған. Соны ұмыта алмаймын. Жаңа білейін, мен 9 класс бітіріп кеттім ғой. Соны 9 класс бітіргенше айтты ғой, сары көк деп ше бізде. Қазір айтамын да, арасында ойлаймын да. Біз мысалы булинг деп айта береміз ғой. Сол кезде сол сары класстасыма негізі булинг жасаған болып тұрық қой. Мына жерде енді бір әңгімеден бір әңгімеге көшетін мен онша емес әдетім бар. Енді қазір вдруг қонақ келіп қалса деп алатын компьютер болып тұрады. Баяғыда сандыққа тығып қоятын болған ғой. Сол сияқты. Мен ондай сандыққа тықпаймын. Бір жақсы жері менің бала шағамның тәттіге құмарлығы көп емес. Болса жейді, болмаса ондай қатты іздемейді. Сондықтан сондай. Компьютер алып бір қызық оқиға айтпайын. Жолдасым айтқан ona. Жаңа айтқан қайнапам. Менің мұғалім ауылда. Үлкен кісі ғой енді қазір. Сол тәттіні қатты жақсы көреді екен. Енді ол кезде жоқшылық заманда бір күні шоколад тәттінің бәрі енді сандықта болатын болған. Бір күні қайнапам мен қайнағам сандыққа ұрлыққа түскен ғой үйінде. Балапалар қалаға қонаққа кеткен. Содан біреуі сандықтың есігін ашып тұру керек болған, біреуі соны ішінен алу керек болған ғой. Сол кәмпитті. Сөйтіп, анау ойлаңызшы, көз алдыңызға елестетіңіз. Ол сандықтың үстінде төсек, неше қабат төсек жиналып тұрады. Үш адам қосылып енді ұрлыққа түседі. Сол кезде сандықты көтеріп тұрған адам ауызда бір бала аңдып тұрады. Сол келе жатыр деп айқайлаған ғой. Сол кезде ана көтеріп тұрған сандықтың басында несі қалып қойған ғой, басы қалып қойған ғой сандықты. Солаймен мойны қиылып кете сақтаған. Соны әлі күнге дейін айтады ғой, бір кәмпит үшін басымнан айырыла сақтағанмын деп. Сондықтан ол ойнайтын нәрсе, сол кәмпитке құмарлық негізі, енді жалпы тәттіге құмарлық, ол да бір тұқым қуалай ма, бір нәрсе. Мен негізі өзім ащы заттарды жақсы көремін. Сонымен достар, біз қазір кассаға келдік. Сіздерге қанша шыққанын көрсетейін ба бағасын. Күшім көп сияқты еді, қазір білмеймін, күшім көп болмай қалған. Тәшкенде дұрыс итере алмаймын. Сонымен біз достар 28 мың теңгеге азық түлік алдық. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Мен осылай сіздерге арасында азық түліктен рубрика жасап тұрамын. Сіздерге ұнады ма? Аман болыңыздар.